Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге preposition тақырыбын түсіндіретін боламын. Preposition дегеніміз қазақша демеуліктер деген мағынаны білдіреді. Демеуліктердің түрлері көп. Мысал ретінде preposition of place, яғни орындарға байланысты айтылатын демеуліктер туралы түсіндіремін. Мұндай prepositionдерге мына сөздер жатады: between, on top of, in, inside, above, in front of, outside, among, next to, on, under, below, against, behind, opposite, at, around, near деген сөздер жатады. Бірінші үйренетін сөзіміз бұл between. Between дегеніміз бір-екі нәрсеге байланысты айтылады. Яғни, мына суретке назар аударатын болсақ, алма екі заттың аралығында орналасып тұрғандықтан, аралығында деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз on top of. On top of дегеніміз шыңында, ең жоғарғы нүктесінде деген мағынаны білдіреді. Суретке назар аударатын болсақ, мына шар ең жоғарғы жақта орналасқандықтан, бұған on top of деген сөзді қолдануға болады. Келесі сөз in. In дегеніміз ішінде деген мағынаны білдіреді. Суретке назар аударатын болсақ, алма қораптың ішінде орналасқан. Келесі сөз жоғарыда. Above. Мына шар үстелдің жоғарғы жағында орналасқандықтан, бұл суретке байланысты сөз above болып табылады. Келесі сөз in front of. Алдында деген мағынаны білдіреді. Суретке назар аударатын болсақ, қораптың алдында мысық тұр. Сондықтан да бұл суретке байланысты сөз in front of. Келесі сөз among. Among дегеніміз арасында деген мағынаны білдіреді. Суретке назар аударатын болсақ, мына тышқан маймылдардың арасында орналасқан. Сондықтан да бұл суретке байланысты сөз among. Келесі сөз next to. Жанында деген мағынаны білдіреді. Кітаптың жанында алма орналасып тұр. Сондықтан да бұл суретке байланысты сөз next to. Келесі мына суретке назар аударатын болсақ, алма қораптың үстінде орналасқан. Сондықтан да бұл суретке байланысты сөз үстінде. Үстінде дегеніміз on деп аталады. Келесі сөз астында. Суретке назар аударатын болсақ, ит үстелдің астында жатыр. Сондықтан да бұл суретке байланысты сөз астында, ағылшынша under деп аталады. Келесі сөз behind. Behind дегеніміз артында деген мағынаны білдіреді. Суретте мына құс қораптың артында орналасқан. Келесі сөз opposite. Opposite дегеніміз қарама қарсы деген мағынаны білдіреді. Мына екі құс бір-біріне қарама қарсы орналасқан. Келесі сөз around. Around дегеніміз айналасында деген мағынаны білдіреді. Суретте қораптың айналасында шарлар орналасқан. Міне достар, бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге бұл видео түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.